Наурыз мерекесін тойлауға алғашқы арнайы тыйым 1927 жылы салынды. Ортаға ұзақ үзіліс салып, 1988 жылы алғаш рет бүкіл халықтық мереке ретінде Алматыда тойланды. Содан бері тойлап келеміз. Наурыз діни мейрам емес, құрбан шалып, Құран оқылмайды. Тұрмыс шартынан туған халықтық салт. Табиғат мерекесі. Наурызда айтылатын баталарды ұсынамын. Құдайым оңдасын, қызыр келіп қолдасын, басаман мал түгел боп, береке бірлік орнасын. Наурызда қызметте жүрген жасөспірім жігіт-желеңдерге берілетін бата. Сұрасаң міне бата, дарысын қызыр ата, қызырың қияласын, бақ-дәулет ұяласын. Ел қорғаны батыр бол, ел жырауы ақын бол, төбеңде көк шатыр болсын, тілегіңді тәңірім қабыл етіп, жұртқа ісің мақұл болсын. Әумин. Келіндерге берілетін бата. Көже істеген келіндер, көпке жаққан елшіл бол, боз торғайдай төлшіл бол, ор қояндай көзді бол, шешен тілді сөзді бол, өркенді бол, ойлы бол, өз құрбыңның алды бол. Әумин.